Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай өте жұмсақ, дәмді әрі тез дайындалатын, миксерсіз жасалып, қамыр илеуді қажет етпейтін өте керемет дәмді пирогтың рецептісімен бөлісемін. Сіздерге арнап мен аптасына жаңа видео рецепттерді тұрақты түрде түсіріп салып тұрамын. Сол себепті жаңа видео рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Сіздерге видео рецепт ұнайды деген ойдамын. Онда бәріміз бірге дайындауға кірісейік. Рецептке қажетті ингредиенттердің барлығының мөлшерін видеоның соңында описание бөліміне жазамын. Мына жерде көрсетілген ингредиенттерінің мөлшерінің барлығын бірдей қылдырып аламыз. Менде 250 граммдық стакан, бірақ мен 200 граммын ғана барлық ингредиентті толтырып шықтым. Сіздер өздеріңіз кесе немесе осындай стаканды пайдалансаңыздар болады. Ең алдымен таза құрғақ ыдысқа ұнтақ жармасын салып, оған айранды құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, бірнеше минутқа қойып қоямыз. Біздегі ұнтақ жармасы ісініп, айранменен толықтай әрекеттесіп, қою массаға айналуы керек. Енді жұмыртқалы массамызды дайындаймыз. Жұмыртқаны алып, оған қантты қосып, барлығын жақсылап, венчикпенен аппақ көбік пайда болғанша толықтай араластырамыз. Жұмыртқалы массамыз ақ көбікке дейін араласып болғаннан кейін жаңағы ұнтақ жармасы араласқан массамызды салып аламыз және барлығын дұрыстап жақсылап араластырамыз. Мендегі ұнтақ жармасы осы жұмыртқалы массаны дайындап алғанша бұқтырылып тұрды. Барлық массаны ешқандай да түйіршік қалмайтындай етіп, толықтай араластырып аламыз. Кейін осындай сұйық майымызды құйып, барлығын тағы да венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Майды сәл аздау құйсаңыздар болады. Енді електен өткізіліп, қопсытқыш қосылған ұнымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Егер сіздерде қопсытқыш болмаса, қарапайым үйдегі соданы пайдалансаңыздар болады. 4-тен 1 бөлігін ғана салсаңыздар жеткілікті. Біздің қамырымыз дайын. Енді оған салмаларымызды салып аламыз. Менде бұл жерде грек жаңғағы және мейіз. Екеуінің әрқайсысының мөлшері 30 граммды құрайды. Сіздер егер қаласаңыздар, басқа да салманы пайдалансаңыздар болады, бірақ дәл осы рецептпен дайындап көрулеріңізге кеңес етемін. Дайын болған қамырды пергамент қағазы төселген 26-24 сантиметрлік диаметрді құрайтын формада салып пісіреміз. Қамыр формада біркелкі жайылу үшін қолымыздың қимылдарымен осындай жасап шығамыз. Қызып тұрған пеште шамамен 160-180 градус аралығында 15-20 немесе 25 минут аралығында пісіріп аламыз. Піскенін ағаш таяқшамен тексереміз. Ол бізде құрғақ болып шығуы керек. Мен көрсеткен градуспенен уақыттың мөлшерін өздеріңіздің пештеріңізге байланысты өзгертсеңіздер болады. Мен айтқан уақытты және градусты пайдалану міндетті емес. Барлығы өздеріңіздің пештеріңізге байланысты қойсаңыздар болады. Себебі біреуі кеш пісірсе, біреуі тез пісіріп, пирогтарыңыз не піспей, не күйіп кетуі мүмкін. Дайын болған пирогты өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты қант ұнтағымен әсемдеп, қонақтарға ұсынсаңыздар болады. Қант ұнтағын ұнатпасаңыздар, пайдаланбасаңыздар да болады. Пирогымыз дайын, өте әдемі, керемет жұмсақ болып шықты. Қазір кесіп, ортасы қалай шыққанын сіздерге көрсетемін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып шыққаны бірден көрініп тұр. Ешқандай да миксерсіз әрі вилсіз дайындалатын өте жұмсақ, дәмді болып шығатын керемет пирогтың рецептісін сіздерге ұсынып отырмын. Бұл рецепт менің авторлық рецепттерімнің бірі. Сіздер де жасап дайындап көрсеңіздер екен деген ниетпенен дәл осы рецепті сіздерге түсіріп отырмын. Сіздер де дайындап дәмін көрсеңіздер екен деймін. Бұл рецепті басқа ешқандай жерден сіздер таппайсыздар, себебі бұл менің өзімнің жылдар бойы жасап, дайындап келе жатқан өзімнің авторлық рецепттерімнің бірі. Енді бұл пирогтың дәмділігін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Өте керемет, өте дәмді болып шығады. Сіздер өздеріңіз дайындап, міндетті түрде дәмін көрулеріңіз керек. Бір көргеннен кейін бұл пирог сіздердің жүректеріңізді жаулап, пирогтарыңыздың ең сүйікті түріне айналады.
Сіздермен бірге болған гүлім. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға алғыс білдіремін. Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға рахмет.